И барлықтарыңа сәлем деп Мадияр переберлеу сияқты бастап кетсек дұрыс болмайтын шығар. Йоу, барлықтарыңа сәлем. Менің аты-жөнім Бақберген Сұлтан. Және видео басталғанда түсінгендеріңдей, бүгін Мадияр Пернебайдың видеосына реакция жасаймыз. Қазақ блогеріне бірінші рет видео реакция жасап жатырмын. Мысалы, өзіме де қызық, біз басшының видео сияқты пойызбен қоян болып бағамыз. Қалай екен? Бірге көреміз, ал кетіп бастаймыз. Бәріңе сәлем сіздермен бірге мен Мадияр Пернебай және де бүгін бізде бір ерекше дерзкі видео болайын деп тұр. Достар, бүгін біз қоян болып барамыз. Короче, қандай пойыз. Ең басты бізден направление Астана, Алматы. Қалыншы достар сіздер? Астана, Алматы. Почти бір күн, Біз видеомызды бастаймыз. Астана, Шымкент бір күн. Алматы бір күн. Жалпы айтқанда құрметті көрермендер, біз негізі Чимгент интросы жоқ күшті, бірақ ана нелер сөздері стиль сәл уже ескілеу екен. Билет алынбаған бос орындар бар екен да ше, сол жерге типа билет алмай бүйтіп өзіміз қоян болып кіріп кетуге мүмкіншілік көп қой енді. Достар, яғни айтқанда мысалы қазір уже 1-2 сағаттан жүретін пойыздың орындарын қарадық та, сол жақта бос орындар бар екен, сол себепті именно сол пойызға барамыз. Және де достар, ең қызығы, қоян деген негізі билет алмайсың, бірақ проводникпен келісіп барасың ғой. Ал біз проводникпен де келіспейміз ғой, короче. Может, даже бұл видео даже басталмай жатып біз тоқтатып қалуы мүмкін, кіргізбей қалуы мүмкін. Енді риск, короче. Пока риск. Қалай не болады екен? Бұл видео шықса, значит біз Шағада аппаратындар басшымен де қоян болып. Осы үйден көріп отқан КПЖ-ның компанияларын бұл жай ғана экстра сенс деген бұл жай ғана бір эксперимент. Ешкімді ешқандай бүйтіп арам жолмен шақырмаймыз. Барымыз честный болайық, ал біз просто эксперимент ретінде осындай кереметтей видео түсіргелі жатырмыз. Ал ендеше, кеттік па? Дайынсың ба? Дайын, бірақ жүрек бар ғой. Сумка алдың ба? Сумка алдым. Ана, провожающий. Сумка мен бойынша ем базар жоқ. Тамыр, өз байқап тұрған жоқсыздар достар, бүгінгі видеодан да амандасып сөйлесуім өз андай. Типа қобалжы бұл үшін. Сөзіміз дірілдеп. Қобалжыған кезде өзім сондай. түсін, типа провожающий болып қояды сумкамен. Сен айналып тұрған жоқ сен. Сен әкетіп жатсың. Кімдікі деп соқпаса ше. Кімнің провожающий деп. Ей, кетшей. Дайындап қойған жүсірдің денег бонусты өз жеңілдерге Алматының пойызы келу керек, кішкене қобалжу бар. Бірақ адам аз ғой. Негізі мынандай да, мен андай адам ғой, бір үстіне бірдеңе бүлдіретін кездер ғой, түрін жаман ұстап береді. Уже, жоқ, түрін ұстап бергенде образдасың ғой жандай, жай сөйлеп, уже былайша. Көздерің жан-жаққа жалтақса. Көздерің бүйтіп жан-жақта. Өз-өзін ұстап бере мен сондай нәрселер бар. Сол үшін мен бар ғой емеспін да. Уверенно кіріп кетесің, короче. Просто смело, провожающий. Как раз өзіміз білексің. Ну, в принципе, план жаман емес, то есть кіруге. Толтырып алғансың ғой. Ішінде қалай не қалды екен? Көрсетпейсің, байқатпай, камералар сол бар, андай байқап қалуың. Кстати, камералар қандай екен? Әңгіме айтып тұрғанда ше екен, жаңа айтып келатқан. Ана бизнесті өткен тексеріп тастау керек ана. Тексеріп өткендегі анау бар ғой. Анау 2 килограммдарды соны тағы да бір бастау керек па деп қоямын. Екінші сезон бастап кеткен ғой негізі. Сен қашан түсесің оны? Соны бір түскім келіп жүр. 2 килограмм? Саламыз ба, бір потолок бірдеме жегім келіп жүр енді. Өздерің контенттер ма? Пойыз давай. Осы оғын ба? Ладно. 17 ұрады. Көріп алды 17 ма дейм ба? Провожающий. Водитель тоқтатып қалған. Қай орынға провожать етіп барасың? Короче, білмеймін, оны не қылды ғой айтпақшы, билеттерін алдын ала көріп алды ғой. 4-18 бе бірдеме жасалды, короче. Короче, достар, на орында. Біз келетті, сендер жүрсіңдер ғой, сөйтіп не істейді екен ағырда. Пойыз билет алған жерден қарадық та, ана орынды ешкім сатып алмаған ғой, пустой болып тұр, короче. Қалай, Именно төрті ойын. Енді білмеймін, бірақ қарағанда бір қалай алған? Мен бір жерге барған кезде көрсем, вообще орын бәрі бос болмайды. Нижний түгіл верхнийда. Қалай тапты орынды орын? Қадай зрейтін ба? Лазым ба? Билет, короче, ана төбесіне сен сиясың ба? Сенбейсің, заттардың астына қойып қойысылайық, сумкамызды. Жос қой, былай жүрсің. Тексеріп point мен звондаймын, короче, тексеріп кетті. Бір күн бойы солай жүрсің. Симайсың, ана родной. Тамыр симайсың? Вау, сен түрің жаттаған жоқ, мен түрім жаттақ болды. Жаңа жеріне шкафчик тұр ғой шетінде. Жоқ, демекші, нет ничего невозможного. Можешь сипалар ана адияларса? Сиюң сиса да ана жерде бір күн түгел 1 сағат бірінші аяғын тақпайсың ба? Жаным мен кіріп кетейін болады. Бірінші аяғын тақсай. Вагон ресторан болса болды, сол жерде отырып алсаң болады. Сен ауырып басын берді шығасың. Не кетсің емес, просто әшейін отырасың. Отырасың. Ол жерде де бір күн бойы отыра алмайсың, әсіресе түнде. Орға жинайды. Сен де сенбейсің? Бұрын негізі былай ұзыннан болушы еді, ненің?
болмаса короче бүкіл төсектің бәрін бір жерге жинап тастайық та, сен осыны жатып ал да, бесең үстіне төсектің бәрін жинап тастайын. Аяғың бөлім қалмай ма? Бетіңе ана бір-екі матрас жабасың. Төсектерді өздері қойып кететін шығар кімдер? Давай. Авадниктер. Қой. Айбай, жаман ішінен де болады. Уайындаған кезде ше. Көбелек бар, көбелек сондай ішің тітіркейіп кетеді, сондай болған шығар ең қорқыныштан. Адреналин шашыла. Жаттың ба? Аяғын жауып Давай. Нереально. Тығылмаса қойнаған сияқты. Hadi. Ama bu Ұсталсан істейді екен, не айтады екен? Сразу кел мында, жабыстап кел. Ұсталса, французша ішеді, тауып қалдым деп. Не деп айтады жоқ па? Ұсталып қалса да мысалы. Сол модель мектеп ме екен, сол ұсталсан. Пойыз жүр, достар. Молыш жүрді. Молыш. Бір остановка обеспечена. Так, короче, достар. Ана я-то правый не вижу. Я оны смело ровно болып жүре бердім. Короче, типа қасынан ажырап кетемін момент. Камераны қалай тоқтатып? Я қазір. Короче, чинаның бетін жауып кеттік. Мен өзім сатта тұра тұрамын, пойыз жүріп барады. Тексеріп бастап отырмын. Чинаның бетін жаптым да, өзім шығып кеттім. Примерно 10 минуттан кейін Чина қазір звондайды маған, пока осы тұра тұрамын шығып кеткенше. Жүрек Типа тексеріп шығады? достар, істемеңіздер, қайталамаңыз. Тексеріп шығады, типа? Енді қазір тексерістен бір өте алсақ болды, короче. Типа тексеріп шығады, шыны жоқ, матрас. Сонда кірді болды жүрді, я? Арасында кіріп қалса ше. Или бағанағындай платный платный қояндар кірсе ше. То есть жолда попыты кіріп кетті дейші, братан, мына саған 5 дейші. Давай, мына жерде как раз куча матрас бар, солардың бір күн алып жатасың сол бөлмеде десе ше. Онда қалай ситуацияда не істейді екен? Ладно, көреді қарай. Достар, маған вайбын айта алмаймын бар ғой. Мамадиус кетіп қалып ең алдырып. Шыштық қойма. Пойыз жүрді да. Тексеріп болды, өтіп кетті жаңа. Кеттік. Кірметтің Астына кетіп қалды, көрдің байқадың ба? Біреу есікті ашып жап қалып жүрген. Бірақ ешкім байқаған жоқ. Айта қарап тұрсың, короче. Қой, Кеттік. Или пропустить. Пойыз жүрді, короче, достарыңызға. сөйлей алмадым мен ше. На? Сөйлемей Еркекше камера түсірдім, бірақ жүрек түрісті өзім не істеп жатқан білмеймін ғой, еркекше. Андай болады ғой, кішкентай кезінде магазиннен бірдеме аласың да, ұрлап қашасың да қорғасың ғой. Бәлем сондай. Ұрлап қашасың да қорғасың ғой, ұрлағансың ба? Жата бер. Тишина, короче. Қол жаман көрініп тұр. Короче, достар, жаңа біздің отырған орынға қарағандан кейін бір жерде короче адамдар келді да. Короче, сонымен біз шығып кеттік. Заттарымыз жоқ тағып кеттік, короче. Камераны нужно вообще подозрение Бүкіл внимание бізде ғой жерде. Сонымен енді келесі орын іздеу керек енді. Ешкім танымаймын екен. Қанша подписчик бар өзінде, мажар бар. Бар 377 мың. Біреуін тайын жабыш. Абайлар, самын абайлар. Короче, мына вагонда орын бар екен көреміз кеттік. Алдын ала соны көріп алу керек еді, жаңа бір купені алған емес, тағы да көріп. Қарағаннан кейін адам мінді дейді, значит, билет сатып алып қойған, иә? Олар значит, путті көрген кезде Астана, Алматы деп көру керек еді. Олар просто Астана деп көрді ме, или қалай көріп білмеймін. Вагон көреміз, иә? Жоқ, сол вагон ғой. Ой? Жоқ, анау өтуге болады ғой? Давай. Если жауы керек. Аша, новый вагон жаққа қойып. Асы есіктер басқаша. Тальго ма? Жоқ, Тальго деген басқа пойыз, просто новый вагон. Плацкарт. Плацкартта қиын.
Орын таппай бір қазақ пойыздың соңына келіп қалған ма? Ең безопасный еш жер сияқты. Барлығы ешкім арлап жүрмейді бұл жақта. Ешкім соңына қарай келмейді, короче. Мына көрсең, мына жағында бір терезесі. Мына жағында бір терезесі. Маған бізге орын табу керек, е? Қай жердеміз түнде? Осы жерге Арлап жүре береміз, а? Арлап жүре бересің. Амал который. Короче, достар уже. Короче, андай ғой. Бір-біріне қосып қаласың. Толып келіп отыр уже. Қазір радио достар егер біз қазір видео орын тауып алсақ, сол жерде зиян ашатын боламыз. Пока что іздеп жатыр. Біз мына соңына кеттік қой. Енді бізге короче арғы басына қарай іздеп көру керек қой. Біз бері қарай 5 вагон келдік па? Соңына келіп қалдық, короче, мына сол жақтарға бәрі класс келді екен. Жүре беру, ема. Мына жерде короче аралап жүріп. Не бар екен? Саламатсыз ба? Пирожки свежий ма? А, буфет. Бүгінгі Саскав тесте бар ма? Саскав тесте. Саскав тесте. Бір Саскав тесте Екі Саскав тесте, екі пирожки бересің. Түсінікші, аға. Тағы не бар сізде, выпечкалардан? Саскав тестін өпсіңдір лайк басындар. Печенье, я. Біреу. Пепси бар ма? Макшей ше. Бір пепси, бір макшей беріңізші. Таңда деймін, тұқтыр шөлдейсің. Арқалап жүруді айтсың. Бар ма микроволновка? Микроволновка ма? Сытып бересіңізші? Әйтпесе ыстатын жеріміз жоқ та. Қазір анау немемізге барып ше. Кішкене кітап ойнап бір, е? Зачем өтіп? Семіз кішағы отырайық, е, сәле. Кішкене кітап ойнап. Ладно ма, кітап ойнайсыңдар ма? Кітап ойнап. Адреналинасын не айтқанын білмей қалғаншасын. Короче, тамақ алып ал. Самат. Бәрі өзі ішімізге көздері үйрен қалып кәшті. Походу. Сәл жүзді тамақты алып алдық. Мына жерде тұрып жеп алайық. Бірінші сайсы. Білім пирожки жегім көттім. А, то есть Саскав тесте жегім көттім. Рас болсын. Қалай, ужин қалай? Үсті тұрып тамақ жесең. Ужин сорды. Маңдайға. Сәл болады. Жоқ, менікі. Ош жүрдің адам там. Жай сөйлеу керек орын еңші. Енді өзіміз шошет нәрсе істеп алдық та тамыр. Бірақ сырттан біреу көрсе айтуы мүмкін. Тақ, әп тексеріп жүрген берші. Әлі қарны ашып алды ма, қажамыз. Или тоқтаған кезде, пойыз тоқтаған кезде әрі бір жүре береді, типа. Так, достар. Түн болды уже. Сушнякты да ішіп алайық сразу. Біраз жүр қойды, значит. Хотя кешке отырған болса онда. Біріміз сушняк ұстап алдық. Сосын тамыр. Тұрып, өсті амалдам арасында жүріп болды жүзді. Арасында жүріп жүрсек ішін тексермейді. Сөйтеді, иә. Еще қазір бәрі түтіндер ұйықтайды ғой уже, кешен алып ше. Даже пайды ұйықтамасақ та болады біз. Уже сәл таң ата болып жетеміз Алматыға құдай қаласа. Бізде главный. То есть бір күн емес, иә? Бір жерге орналасып ұйықтау емес қой мақсатымыз ең бастысы. Аман есен жетіп алу ғой. Так что ұйықтамай қою керек сияқты, иә? Бірақ шаршаймыз конкретно. Пирожки жегім көттім, иә? О, бәсе. Пирожки. Мына зор екен, иә? Пирожки жегім, Саскав етеміз, пирожки. Осыны буфеттер салатын дәмді болады. Бірақ майлы, қамырды бір түрлі. Өзінің вайбы болса. Достар, короче, ары бері жүре берсек біттік. Хотя осындай ше кейбір вагонда да коридорда отыратын жер бар екен. Үстеме болмасақ. Андай. Тамыр. Да? Лучше вам, билет тауып, жүресің алып десең көресіздер. Конечно. Билет алып. Енді негізінен ойлаймын отыр, а чё билет аласың, мадындар ма, не қиналып аласың, достар, просто өзім үшін. Ой, конечно. Әшін билет алып видеода жүрдік. Әшін билет алып пойызда жүрдік ішінде қарамас дедік. Мен бұны олар айтып тұрған жоқ, олар оны біледі. Красавчик, нереальная идея. Сондай нәрсе айтатын адамдарға айтып отырмын да. Яғни өйтіп алсыңдар деген. Просто қызық идея. Прикольно. Сол іске асырдық. Мен де ойыма келген, но бәрі ұйықтап отыр. сол сияқты қарадым, просто көріп отырмын осылай. Бар екен, қарным сәл қойдырып алайын. Вообще құсып жатыр дейінші. Қарным қойған. Ничего, қазір неден түсіп жүратындар. Балқаш, малқаш, үлкен қандай станция бар. Ма Балқашқа жетпеді ма? Сөйтіп по-любому мына жерде бәрі до конца Алматыға бармайтын шығар деп ойлап отыр. Еще андай қорқыныш сезім, ол всегда біреуге түсіңдер деп түсіп жіберетін сияқты. Идеология түсіп қалсам
кезде Балқаштан оған бәрі удалса. Главное, Или ең қиын сарсаған. сәтте көрінбей тығылып қалу. Одан ар жағында тағы не барсың ба жерде мойынты деген түсіп қалсаң байланады. О, Новогор сәл жарықтау екен. Тегіз ашық міне. Иә, Новогор жарықтау. Ана қара түнек болып кетті, мына жаққа келесің, Спокойно сөйлеп отыр, адамдар жанында. Кітап оқиын деп абдырап жүрген еді. Фетчит салады. А что, су құрып ма? Зейінді келгенде кайфын көруге. Үлгере алмай қалдық па? Жағылмайды дейді ғой ол. ар жағына Бәрі бұрын. ана жерге Не алда кайфтың бәрі ұрды ма? басын мен шығарған бірақ жаңа болдың арағында мынаның шығар жепті жарық екен де Бірақ бұяқтан да коридорда отыратын жер жоқ екен де. Сәлем бар екен родной. Че там ба? Телефон зарядтелеп, камера зарядтелеп кете береміз. Даже аман тем селіп отырмын. Қандай камераға түсіреді сен қызық? Кім біледі? Бірінші келген жерге ғой. Ертең шығатын кезде сол бірінші келген жерге алдым. Вредный, сондай кәдімгі Живем. мың подписчиктен бері көріп жүрмін деген кім біледі қандай камераға түсіреді? бүйтіп жүрген Адреналин бар ғой. Біреулер осы нәрсені жақсы көреді негізі білесіздер ма? Адреналин жүрегі дүгілдеп, біреуден қашып, былай бүйтіп жүргенде ше. Одан нәрсеге көп болмайды негізі менде ше. Бүгін 24 сағат жүрегім дүгілдеп отырады айтшы. Бір тыныш таппайсың ше. ауыр видеоны вообще негізі достар андай бір ақша жоқ адамдар сияқты сезеді кезде өзің ше біртүрлі Ана иә. Обычно мысалы мынандай билет орында 9000 ары кетсе 10 000 теңге аласың да. Просто қазір 9000 теңге алған адамдардың қасында как будто самолет секіріп қалып кететін сияқты. бір андай дым болды ақшаң жоқ нөл и жаңа қалаға арман қуалап кетіп бара жатқан сияқты кетіп бара жатырмық та айтшы Сол ғой, еще андай ғой, как будто бар ғой. Аналар саған бүйтіп ақша жоқ адам сияқты қарай отыр, неше біртүрлі болып Ашынатындар ғой. одан артық тұрсақ адамдар Енді просто жүріп қойыз ба? орны жоқ екен ғой деп ойлайды да классный орын бар жарты сағат тұрасың былай сөйтіп келіп жатып короче ары басынан. Алтай достар, короче біз бүйтіп жүріп, короче көзіміз ұйқы келіп қысса да әйтеуір амалдап күн көріп жатырмық. Дәл қазіргі сәтте достар бізде сағат 23:19 и короче біз шаршағандамыз, прикиньте. ағайындар короче білмеймін мына далаға Мен негізі қайтадан тексеретін шығармын. құлақ уже бітеліп қалған ана звуктан ше тұра беріп мына жерге шығып бой шығып таза ауа рахат Бір аяқ су жатқымыз келіп жатыр ше, бірақ бос орын әлі табылмай тұр достар, короче. бір бар ғой бір жындыханаға кіріп кеткен адам ұқсап жүрмін ше ары бері айналып ары бері Ничего, Андай болса қайтты, өте жүре бересің. сынақ болып тұр. Бір жағынан қорқып тұрмыз, бір жағынан қиналып жатырмыз. Мынандай видеоға лайкпен қолдап кетіңіздерші. Аямаңыздаршы поддержканы. Біз барлығын сіздер үшін тырысып жатырмық. Әйтпесе бүйтіп жүрген кімге рахат? Сендерге лайк Қолда бар ақша. маған да. Мысалы бекегемізде тамақ сатып жатырмыз да, сол ақша билет алып қиналмай баруымызға да болады ғой. Просто сіздер үшін біз дәл осылай істеп жатырмық, осындай қадам жасап жатырмық. Сол себептен лайк қоямаңыздар. Сашаған әкемізді қалай дәлелдейміз? Мынандай балықтар бар. Самса, сәскер, теште. Все, короче, пойыз жүрген жатыр достар, короче. Осы жолы бір орын табу керек болып отырады, короче. Тамақ, бір бәле орын тауып. Жатпаса нереально, шаршағаннан Алматыға дейін не? Мына жерде проводник тұр, прикинь. Точно. Мұнан көп мәселеш. Қарапайым бір сияқты. гражданский Байқамай қаласың десе. Короче, достар, тағы да бір охота Адамдардың көзінше сөйлей беру керек. Оны көреміз. Өз таң болды ма? Қалайша? Так, сол көрген достар, Лайк мәсе. біз уже, короче, амалда жақындап қалыппыз. Кеше, короче, Чен екеуміз екі жерден екі орын тауып ұйықтап қалғанымыз ғой. Екеуміз екі вагонда жүрміз, так что кәншігімізде тауып алу керек. Жаңа ұйықталған жермен пасте сдаем деп оятып алу, короче, проводник. Еще мен байқамай қалып, прикинь. Сонымен, короче, тұрып кеттім да. Курске түспей тұрған кезде кетіп қалайын деп кетіп қалдым. Чинаны тауып керек достар, Чинаны. Қалай көп болды? Айтуларынша қазір Алматыға 1 сағаттай уақыт қалды. Реально ломает. Жақындап қалдық. Қашан жатып қаласың.
проводник көріп отырған кезде кетіп пастель ұйқыға кеткеннен кейін әр бөлмеге пастель сұрап отыр. Тез көзге түспей тұрған кезде кеттік. ана астында жатқан адам сонда типа вообще ештеңе де болмайды. Қашан жатып аласыздар ана? Білмеймін саған 2-3-тің кезінде ма адамдар ше бастыға шыға бастады ше. Біраз адам шығып жатыр сөйтіп босаған жерлер байқаған соң. Осы күнде жүріп кезде мына осы жақта ше. Біраз адамдар шығып жатыр. Мадиардың жылап жатқан екен. Қашан өткеннен кейін ба, короче. Самый қызығы сол ғой ма? Кішкене отырда күте тұрайын дедім сен. Бірақ камерамен қиын емес. Или құлақ азын ұрады. Камерамды бір шаштың арасын тығып сөйтіп жүру керек та. Сен оятпасаң ұйықтай берейін деп тұрмын ғой. Прикинь, шаршаған атауы бар ғой. Қазір қолына соны алматыдан түсіп галочкасын қоямыз бүйтіп. Сағыныштаймыз. Тамыр, екінші қоямын, жүрме қойдым. Даже ақшам жоқ болса да біреуден қарыз ақша тұрып алып, үйде тапып келіңіздер болмайды мынау. Не вариант вообще өмірін өзі бір әрі жүріп көріп отырмын, оның өзі. Тарихта қалатын зат болды. Тарихта. 8-ші класс. Ашсаң да тұрады. Мадияр білмей жүрді, қоямын. Сен кіріп жатық па? Келдік пе осы ма? Оны Сұлтан Бақберген көрді. Вокзалына келдік. Оған Енді не істейміз? миллион лайк па? Мақұл 100 000 лайк басты деп. Ең бірінші келген вагонымыздан келіп тұрмыз, короче, достар. Бірінші келіп ана бос орынды көрдік пе, естеріңізде болса ше, видеоның басында. Мен тығылып қалған жер ше. Заттарымыз сөйлеп қойып кеткенбіз, мен тығылып қалған жер. Енді сол жерге барып заттарымызды алып кетейік. Әкеліп қойған болса ше. Кім деген дейді? Проводникқа берген шығар, оны ұнатқандар. Стопудома берген шығар. Olmaydı. Ama. Açtın kuş. Kuş. Bazı жоқ кейін адамдар мінбеген бәле сонда. Ne короче. Ой, қоймаған базаттан. Заттарымыз тұрып бір ешкім деспеген ғой. Мен уайымдағанмын, біз жоқ кезде ешкім келмес па деп ақша жіберіп. Опен хотят жауып қойса қайтеді. Все. Міне вокзалға кіріп жатырмыз. Біздің 24 сағат пойызнаға бір күндік қояндық миссиямыз орындалды. Пару слов туда-сюда делай. Повезло, короче, достар. Білмеймін, бірақ мен үшін ең қиын видео болды бұл видео. Иә. Жоқ, енді әлі пока ерте қуанбайық. Түсіп алайықшы, пойыздан түсіп алайықшы. Болды ғой, жетіп алдық қош. Штраф салса да төлей салатын салдырдым. Қой. Жоқ, сонда да проводникті көзден түспей, түсіп, дейтін жер. Наконец-то. Все. Тебе бәрі түскеннен кейін істейтін жүр. Ассалаумағалейкум. Палуан, қалайсың? Құттықтау қояндар. Айтпа. Сен қақтайсың қоғырсың, не? Қақтайсың қоғырсың? Жетіп жатыр ғой біздер. Бәрі үстен жетіп жатыр. Йо, жаңа қысқыттен жоқпыз, а? Ой, жағдай. Дәу қоян жеті. Қояндар, дәу ма? Ладно. Ну, блин, прикольно. Видео... Арасасы мінеке әні міні деп жететін жерімізге жеттік. Бірақ барынша қиыншылықты көрдік, анда жүрдік, мұнда жүрдік. Вагоннан вагон көріп. Блин, сәл камераны көбірек қолданғанда ғой арасында біраз кадрлар. Өзіне керек кезде ғана іздейсінші, бір түрлі ыңғайсыз сезім болды әйтеуір. Саматын кейде қойып кейде бір түрлі әркімнен қашып бір. Как будто бірдеңе біреуді өлтіріп қойған сияқты бір түрлі чувствода жүрдім бар ғой бірше. Онда достар, бүгінгі видеомыз осындай. Егер де сіздерге ұнаған болса, лайктарыңызды аямай басыңыздар, арнаға жазыңыздар, комментарий керемет пікірді қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен вроде подписаться етіп қойғам. Сендер де подписаться етіңдер, лайк бастың, баны көріңдер. Видео зор, прикольно, күшті, жақсы монтаждалған, музыкалар күшті әсіресе. Бірақ кейін нәрсе жаңағы камераны көбірек қолданғанда 2-3 камера болып. Бірақ естественно қиын положениеда. Но идея прикольная, реализация жақсы, реакция здесь тоже күшті болды. Егер шынымен де реально ұнаған болса, лайк басып кетіңдер, каналға жазылыңдар. Сендермен бірге болған мен Бақберген Сұлтан. Алда одан да қызықты реакциялар болады. Пока.